Сәлем достар, бүгін духовкада осындай үй тауығын пісіретін боламыз. Үй тауығын үй жағдайында етін қалай жұмсақ қыламыз, қалай тез пісетін қыламыз, сол туралы айтатын боламын. Сол туралы рецепт көрсететін боламын, маринатын көрсететін боламын. Қыздар, міне Три желанияның өзінің маринаты бар. Кетчубы, майонезі, міндетті түрде бір жұмыртқа болу керек, тұз, міне көріп тұрғандарыңыздай осылай маринаттап бір күнге холодильникке қоя тұрамыз. Болса паприкаларыңыз қоссаңыздар болады, әрине. Болмаса міндетті емес. Үй жағдайында тағда қандай приправалар қосқыларыңыз келеді, солардың бәрін қоса берсеңіздер болады. Қыздар, достар, егер де менің видеом сіздерге қызықты болып жатса, менің каналыма жазылып, YouTube каналыма подписка бөлін баса кетіңіздер. Ал ендеше осылайынан міне маринаттап бүкіл жеріне жұмыртқасын жағамыз. Бұл жерде неге жұмыртқа десеңіздер, жұмыртқа тауық етін жұмсартады, тез пісуге әсер етеді. Сондықтан осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады, қыздар. Содан кейін бір күннен кейін алып, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай духовкада пісірсеңіздер болады. Менде духовкаға картошка және сәбіз балаларға. Содан кейін менде асқабақ, міне асқабақтың сезоны болып жатыр, тағы айта кетейін. Күзгі уақыт. Менде кішкене куркума қостым. Куркума ол овощтарымды кішкене сарғайтып, рем беріп, аппетитный болу үшін. Қоспайым, ұнамайды десе қоспай қойыңыздар, бірақ куркума өте пайдалы. Сондықтан кеңес беремін. Аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Мен аз мөлшерде қостым. Міне осылай жақсылап маринаттап, содан кейін духовкада өздеріңіз духовкаларыңызға қарайсыздар. 250 мен 180 мен пісіресіздер ма, өздеріңіз духовкаларыңыздың ыңғайына қарай. Мен енді бұл жерде 250 градуспен 45 минут пісірдім. Менікі духовка емес, менде әсел пеш, міне көріп тұрғандарыңыздай. Қыздар, міне менде осындай тауық. Бұл тауықты магазиннің тауығы емес, магазиннің тауығының маринаты жөнінде бөлек айтатын болам. Бұл үйдің тауығы, қолдың тауығы, соның маринаты жөнінде айтып жатырмын. Міне тостақта қалған маринатқа осылай овощтарымыз салып, тағы да бұлғап, осылай әсел пештің табасына алып салсаңыздар өте жақсы болады. Тауықтың маринатын қалғанын овощтарға салып аласыздар да үстіп. Содан кейін жарты кружка су құятын боласыздар. Ол не үшін десеңіздер, осы суға кішкене буға бұқтырылып әдемі болады. Тауықтың өзінің майы шығады, май құймайсыздар. Осылайынан салып, әсел пеште қызартып пісіріп алсаңыздар болады. Мен кішкене қызартып, күйінкіретіп алдым. Өйткені балаларым осындай мощный, сочныйларын жақсы көреді. Сондықтан сіздер өздеріңізге ыңғайсын жасасаңыздар болады, әрине. Ал қыздар, сіздерге сәттілік, бізге ас болсын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.